автокредит бойынша мағлұмат берген едім, яғни БЦК банкінен егер сіздер автокредит рәсімдеткен болсаңыздар, каско страховкаларыңызды 5 жұмыс күні ішінде қайтарып алуға болады деп түсірген едім. Біздің клиентіміз уже келіп отыр. Клиентіміздің жаңағы автокредит рәсімдеткеніне страховкасы 1,108,507 теңге каскоға деп ұстап қалған. Енді біз возвратқа жіберіп, бізге уже жауабы келіп жатыр. Қараңыздар, 995,471 теңгесін қайтаруға 5 жұмыс күні ішінде клиентіміздің счетына түсетін болып отыр. Сол себепті, егер сіздерде банк центр кредиттен автонесие рәсімдеткен болсаңыздар және рәсімдеткендеріңізге 5 жұмыс күні өтпесе, онда консультацияға жазылып, өздеріңіздің каско страховкаларыңызды қайтарып алыңыздар деп кеңес бергім келеді. Деген автокредит бойынша мағлұмат берген едім, яғни БЦК банкінен егер сіздер автокредит рәсімдеткен болсаңыздар, каско страховкаларыңызды 5 жұмыс күні ішінде қайтарып алуға болады деп түсірген едім. Біздің клиентіміз уже келіп отыр. Клиентіміздің жаңағы автокредит рәсімдеткеніне страховкасы 1,108,507 теңге каскоға деп ұстап қалған. Енді біз возвратқа жіберіп, бізге уже жауабы келіп жатыр. Қараңыздар, 995,471 теңгесін қайтаруға 5 жұмыс күні ішінде клиентіміздің счетына түсетін болып отыр. Сол себепті, егер сіздерде банк центр кредиттен автонесие рәсімдеткен болсаңыздар және рәсімдеткендеріңізге 5 жұмыс күні өтпесе, онда консультацияға жазылып, өздеріңіздің каско страховкаларыңызды қайтарып алыңыздар деп кеңес бергім келеді.